Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен кеше сторисқа шықпадым, себебі кішкене белім ауырып қалғаны бар. Сөйтіп, бүгін с новыми силами выходим. Бұйырса электроника базарға барайын деп жатырмыз. Қазір көріп, что-то как, Миша іздеп. Сол бұйырса күндеріңіз сәтті өтсін. Еще бүгін менің құрбым Назгүл келді. Қазір соны күтіп алып, одан кейін баратын боламыз. Занам! Қалай жеттің? Көсіні. Мынау қан ішті ғой. Сөйтеді бұл жақ. Телеграм-канал менің уже қанымды ішті бар ғой. Өйстіп таргетқа жіберіп жатыр екен. Бір какой-то Бақтыбек деймін, біреу деген адамның атына 600 сом, 700 сом аударғызады екен. Ұтып берем деп оған сенбеңіздер достар. Мен ешкімге ойнап ештеңке бермеймін. Менде уже 1 жылдан ба, 1,5 жыл уже телеграм-канал жоқ. Телеграм деген атымен жоқ менде. Так что алданбаңыздар, мен уже қанша айтам, адамдар бәрібір зорға аударып қоя береді. Ешкімге ақшасын көтеріп берем, бүйтіп берем деп жазбайды. В общем, электроника базарға келдік. Андай, до сих пор не отпускает адамдардың жазғаны бар ғой. Егер де мен телеграммен біреудің ақшасына жырғап өмір сүрсем, мен үстіп күннің плюс 50 градуста ыстықтап, бұжынап, Қытайда жүрмес едім бар ғой, үйде жататын едім. Чотам деп ше. Но реальность другая. Ты ходишь по базару, ищешь товары на продажу, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Короче, мына планшетті мен алғым келіп жүрген өзіме бар ғой, қараңыздар, бүйтіп қоссаң, сөйтіп шрифтпен жазуға болады. Еще планшет ретінде қолдануға болады, былай алып кетіп. И жұмыс бойынша ноутбук сияқты қолдансаңыздар болады. Вообще супер. Бұйырса ойлап тұрмын, осыған продажа ашқым келген, барлығы сұрап кетті да. Күшті екен. Бірақ бұдан да арзанын табуға болады. Мына жақта енді базар дәу, өте көп электроника. Көбіне қызық мәселе бар, бірақ оның бәрін көрсететін болсақ, каша болып кетеді. Сондықтан бір товарды тауып сіздерге көрсеткіміз келіп жатыр, бірақ көзімізге түскен бір товар жоқ та. Парфюм бар екен еще мына жақта. Біз қызығып көзіміз ана жаққа, мына жаққа кетіп жатыр. Короче, директінде барлығы осы планшет сұрап кетті. Тамақ ішіп қайта мына жаққа келдім. Өзіме біреуін сатып алайын деп. Бүгін үйге барып тест жасап көремін. Сіздерге предлагать етудің алдында өзім қолданып көру керекпін. Вот қараңыздар, мына жақта 512 гигабайт екен. Полностью көріп, одан кейін сіздерге маған ұнайтын болса продажа ашатын боламын. Мынау, короче, менің қалап алғым келіп жүрген зат қой. Мынау деген планшет. Мынаны аударуға да болады, бүйтіп аударып қойсаңыз телевизор болады. В общем, тема планшет, короче, тикток, мына жақта еще өзіңмен бірге алып жүрсең болады передвижной. Ал покупка құтты болсын. Осы жолы бірінші рет өзіме бірдеңке алып жатырмын Қытайда. Good. Мына комплектте клавиатурасымен, чехолмен бірге жүреді. И зарядка. This one is good. Мындай еще несімен жүреді, ручкасымен. Маус? Күшті екен комплектте, прям мышкасымен, клавиатурасымен және чехолы, планшеттің өзі жүреді. И ручка осындай. Ал мына жақтан мынандай ужин ішуге кеп қалдық. Шах мырза, Кен, Жарайка, ойын істеушісің. Олай қорайын етсің ба? Қойдай. Бәрі қойдырмын. Айыр бәне ұротсың. Назгүл келіп, бұйырса енді. Қалай келдің, жақсы келдің ба? Нұрлан қайда? Нұрлан? Үйде. Балашағын бағып дезің. Бұйырса ертеңнен бастап күшті продажа ашатын боламыз. Так что дайын отырыңыздар. Бүгін Асемажен туғанына келіп қалдық. Негізі Асемаже мен бірінші класста сүйген болғанда. Ну, типа, босталқынды көргеніміз дейтін жеті болдық та. Салқын шыққан бірінші класс білеңе сен? Чоғыл екеміз да. Онда бірінші класс болдық. Вот, мынакей біздің бірінші сүйізім Асемаж болған. Рахмат. Сен ше? Бекі ділі? Вот.
çıkarmalarına karayın bir kana siz için Жүрегім мен ырдап келеді. Күлім деген шығармалар қылайын. Қалаларыңызда. Достар, негізі сілерге алқышым чексіз. Бүгін жарыл олайыншы анткені өте мага кыйынчылык оорушу келгенде силер менен жамды болдуңар. Жаман жасаңар деле, жакшы күндө, жаман күндө жамды болтасыңар. Кээ бир адамдарга окшоп өтө мага кыйынчылык келгенде жамда досторум, биз поддержкадабыз деген достордун бирин да көргөн жокмун да. Ошондуктан ата-энем бир токондор менен силер турасыңар, жаман күндө, жакшы күндө силер менен калып турасыңар. Жакшы тилектерди жазып, жаман тилектерди жазып, ньюсда силер жандасыңар. Силерге чоң рахмат. Күндөр менен көп чакырып чакырганымда шоу дүйнөсүндө эмне болуп атышында калбайын, Кудайга шүгүр, кепеп жакшы болуп билем. Ошондуктан Ғашықтық сезімі ғаламат толқыныңда ясау теңіздің биік армандар жиып керемет қой шынында біреуді жүрсең сүйіп ғашық болу, шын ғашық болу жаныңда жаны толы нұрға ғашық болу, ол азық болу сүйгеніңе жолығуға аялай біл, бағалай біл соны бұл ғаламда ғашық болу, ашып беру жүрегіңді бір адамға. Деген өте